86-й сабақ. 86-й урок. Қорықта. Заповедники. Во втором задании, прослушав рассказ о путешествии Балнур, надо проследить по тексту за повествованием. И, обсудив с соседом незнакомые слова в тексте, нужно найти их в словаре. Бүгін анам екеуміз тау жаққа келдік. Сегодня мы с мамой пришли в горы. Мұнда марал өсіреді. Здесь разводят маралов. Марал бұғының бір түрі. Марал – один из видов оленей. Бұл аймақта мұндай 8 шаруашылық бар. В этом краю есть 8 таких хозяйств. Катон-Қарағай қорығында маралдар өте көп. В заповеднике Катон-Қарағай очень много маралов. Олардың салмағы 300 килограммға дейін барады. Их вес достигает 300 килограммов. Анам маралдарға сырға тағады. Мама на маралов надевает серьги. Марал бұғының бір түрі. Марал – один из видов оленей. Маралдар жазда еркін жүруді ұнатады. Маралы летом любят ходить свободно. Біз жайылатын аймақты қоршап қойдық. Зону, где пасутся маралы, мы огородили. Туыстарым оларды тікұшақпен бақылайды. Мои родственники их контролируют с вертолета. Әрине, бұл оңай шаруа емес. Конечно, это нелегкое дело. Мынау маралдар тұратын қора. Это загон для маралов. Бұл жерде олар қыста ғана тұрады. Здесь они живут только зимой. Жас төлдерді бөлек ұстайды. Маленьких детенышей держат отдельно. Қыста жануарларға дәрумендер қосылған жем беріледі. Зимой животным дают корм с добавлением витаминов. Олардың негізгі қорегі шөп, жапырақ, жидек, жаңғақ және саңырауқұлақтар. Их основное питание – трава, листья, ягоды, орехи и грибы. Мынау маралдың мүйізі. Это рога марала. Бұл аса бағалы. Они очень ценны. Мүйізінен адам ағзасына шипа болатын дәрі-дәрмек жасалады. Из рогов делают лекарства, которые являются исцелением для организма человека. Мүйізді жылына бір рет кеседі. Рога срезают 1 раз в год. Одан дәрі жасайды. Из них делают лекарства. Мүйіздері жыл сайын жаңарып, өсіп отырады. Рога каждый год обновляются и растут.